Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Биыл біз ұлы жазушы және ойшыл Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын атап өтеміз. Бұл Қазақстанның мақтанышы. Ал Шығыс Қазақстан облысы бұл Қазақстан әдебиетінің жүрегі. Абай, Шәкәрім және Мұхтар Әуезов сияқты біртуар данышпандар өз шығармаларымен әдебиеттің дамуына әсер етіп, өз елінің мәдениетінде із қалдырды. Абай Құнанбайұлы ол бай әдеби мұрасы қалдырған әлемдік маңызы бар жазушы. Ол Қазақстанда ғана емес, одан да басқа шетелдерде де танымал. Оны оқиды және бағалайды. Біздің музей қорықтың қорында саз аспаптарының, атап айтқанда Абай заманындағы саз аспаптарының көшірмесі бар. Оны жасаған шебер Бақыт Кеншілік. Қазір Бақыт Кеншілік техника жайлы өзі әңгімелеп береді. Енді Ұлы Абайдың, Жидебайдың өзінің арналған музыка аспабының бірі қыл нарқобыз. Сол нарқобыздың көшірмесін сол жасадық. Осы музейге бұл тұтастай қайыннан ойылып жасалған, тұтастай мойында жалғанған жоқ. Қайыннан, сосын кейін тиегі емен ағаш екен. Міне жерде шайтан тиегі, шамшат, құлағы бүк ағаштан жасалыпты. Түйме доғыры, түйме тағы да неден жасалыпты. Қайыннан. Терісі тәуешкінің терісінен жасалыпты. Тәуешкінің терісінен жасалыпты. Таспамен әдемелеп таспалап жасаған екен. Қылы жылқының 5-6 жасар жылқының қылынан есіліп, жуып, тазаланып салынған екен. Енді бұл жерде ысқышы да солай жасалған, қайыннан жуан 5-ті жылқының құйрық қылынан жасалған екен. Бұл да Абайдың домбырасы, үшекті. Осы Жидебайдағы өзі ұстаған домбырасының көшірмесі арнаулы жасағанмын. Оны ойып жасаған, тұтастай қайыннан ойылып жасалған. Бұл 9 перне болу керек. Негіз пернесі ешкінің аш шегінен жиратылып, шегі ешкінің аш шегінен жасалған. Тиегі шамшат, құлағы бүк ағаштан, бас құлағы да бүк ағаштан жасалыпты. Түймедағы да бүк арнаулы қына ағаштың бояуынан жасалған. Бет қақпағы шыршадан. Сасыға
жүзің көрінбей жердің топырағы құлпырған жасыл жер жүзі көрінбей жердің топырағы құлпырған жасыл жер жүзі тау жаңғырып ән салып бүрген итпен айтаққа келмеп пе едің жол тосып жолығуға аулаққа келмеп пе едің жол тосып жолығуға аулаққа сөз айта алмай бөгеліп дүрсіл қағып жүрегің тұрмап па едің сүйеніп тамаққа кіріп иегің тұрмап па едің сүйеніп тамаққа кіріп иегің Абай Кунанбайұлы – гордость всего Казахстана, писатель мирового значения, оставивший богатое литературное наследие. Абаем Кунанбаевым было написано 170 стихотворений, выполнено 56 переводов, написаны поэмы, слова назидания. Абай очень любил свой народ, ему было дорого все то, к чему стремится, что дорого для его народа. Абаем было создано около 2 десятков мелодий, которые популярны и в наши дни. Сейчас, уважаемые слушатели, для вас прозвучит песня Абая «Айтым салем Каламхас» в исполнении наших сотрудников музея-заповедника Виктора Николаевича Шевченко и Полины Горячкиной. Oh
ұлттық сәулет этнографиялық табиғи ландшафтық музей қорықтың қазақ этнографиясы бөлімі осы зерттеу бағыты бөлімнің шығыс қазақтарының этнографиясы. Шығыс қазақтарының этнографиясы зерттеу мерзімі өңіріміздің ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының өмір сүрген уақытымен тұспа-тұс келеді. 19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ғасырдың бірінші жартысының аралығын қамтимыз. Біз жалпы шығыс қазақтарының күнделікті тұрмыс тіршілігін жан-жақты қарастырып зерттейміз. Күнделікті тұтынған заттары, олардың баспанасы, олардың салт дәстүрі, жаңағы материалдық емес мәдениет дейміз, соның бәрін қамтимыз. Біз қазір сол жағалаулық кешенде тұрмыз, музейіміздің. Сол жағалаулық кешенде бізде этно ауыл орналасқан. Сол этно ауылдағы осы шығыс қазақтарына бөлінген ауқымда сол замандардағы қазақ халқының баспаналары көрсетілген. Ол баспаналар жаңағы ауқатты қазақтың үйі, дәулетті қазақтың үйі дейміз. Одан кейін сол замандарда танымал болған, кең таралған осы өңірдегі тошала, дүкен, бұл жаңағы көшпелі өмірден отырықшылыққа өткен уақыттардағы алғашқы баспана түрлері. Одан кейін қоржын үйі. Қоржын үйде бұл біздің шығысқа тән баспана түрі. Оның өзінің аты айтып тұрғандай, жалпы атқартылатын қоржын дейміз ғой, екі жақта. Сол сияқты кіреберіс дәлізі бар да, екі жақта екі бөлмесі бар. Ал міне менің артымда тұрған дәулетті қазақтың үйі. Бұл сол замандардағы қазақтардың шет елдермен қарым-қатынас жасап, түрлі жәрмеңкелерге қатысып, мәдени әртүрлі салада қарым-қатынас жасаған болатын біздің халқымыз. Сол қалада тұрған қазақ халқы осындай үйлер салған. Бұл жаңағы Абай Құнанбайұлының Жидебайдағы үйіне ұқсатылып салынған негізгі жоспары. Үй 5 бөлмеден тұрады. Ол 5 бөлмеге жақсарлас жаңағы тошаласы бар. Тошала ол осы үйде күмбез секілді қылып ар жағына салынған. Ол негізінен оның мақсаты қойманың рөлін атқарған. Одан кейін ас үй, қонақ үйі, одан кейін жалпы үй қожайынның өзінің бөлмесі, оның жұмыс бөлмесі, одан кейін әйел адамның бөлмесі. Осындай 5 бөлмеден және тошаладан тұрады. Аумағында өзінің несі бар, қорғаны бар, үйдің жалпы қорғаны. Одан кейін және қалқаның астына күнделікті тұрмыста пайдаланылған шана, арба сынды көлік түрлері қойылған. Жалпы біздегі саябақтар Жамбыл жастар саябағы десек, сол жастар саябағында да осы үйге ұқсас бізде жалпы көрерменге үйдің сол кездегі дәулетті қазақтың баспанасы көрсетілімге қойылған. Абай өңіріміздің ұлы ақыны. Сол замандарда ол жаңағы шетелдік түрлі жазушылармен, ғалымдармен қарым-қатынас жасап, тығыз байланыста болған. Мына бізде де сондай қожайынның бөлмесінің қасындағы жұмыс бөлмесінде сондай бөлме бар, жұмыс бөлмесі. Ол жерде жаңағы қожайынның түрлі хат алмасы, басқа содан кейін шетелдік түрлі әдебиеттерді қолданғандығының бір үлкен несі, дәлелі.